Армысыздар, эфирде кезекті жаңалықтар. Студияда Жұлдызай Хасенова. Орман ертегісі. Бүгін осындай тақырыппен Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрында қызықты да ерекше қойылым өтті. Жаңа жылдық сиқырға, мейірімге толы оқиғаға кімдер тап болды? Әртістердің сахнадағы өнері көрермен көңілінен шықты ма? Толығырақ жас тілшіміз Аделия Жұмабаеваның репортажында. Әлбетте, жаңа жыл тақырыбындағы ертегіге толы іс-шаралар қаңтар айының алғашқы 10 күндігінде өткізіліп кетеді ғой. Сол ішінде әр бала 12 айдан кейін жаңа жылдық кештің ретін күтіп жүреді. Ал бүгінгі ертегілер орманы оқушыларға қыстық, мерекелік атмосфера сыйлағандай болды. Сізге қоян кейіпкері ұнады ма? Ұнайды. Мен ойнаған ертегілердің ішінде осы қоян рөлі өте қатты ұнайды. Өйткені бұл жерде актер ретінде ашыла аласың, және де персонаж ретінде өте ашық, сондай қызық кейіпкер. Балалар осы ертегіні көріп, нені үйренеді? Балалар бұл ертегіден адал болуды үйренеді. Бір-бірін жақсы көруді, бауырмал болуды, кешірімді болуды үйренеді. Біз әдетте мультфильмдерден көретін қояндар қорқақ болып келеді ғой. Ал бұл жолғы орман ертегіндегі қоян керісінше батыл, айналасына мықты болуға тырысады. Бұл қойылымның көрермендері әдеттегіден көп болды. Сен бұл ертегіден не үйрендің? Бұл ертегіде Аяз ата мен Ақшақардың және басқа кейіпкерлердің бір-біріне татулықтығын, бір-бірімен достығын үйрендім. Сізге ертек ұнады ма? Әрине ұнады. Ертегі өте тартымды екен. Балалар деген өте жақсы сезімде болды, қуанды. Туынды балалар үшін ұнамды ғана емес, белгілі бір ой қалыптастырады. Спектакль арқылы балалар жақсылықтың әрқашан жеңетінін түсінеді. Бүгінгі ертегінің режиссері, актриса, қазақ және орыс труппасының меңгерушісі Дәметкен Құсайынова. Ол мәдениет саласының үздігі. Дәметкен Құсайынова сондай-ақ Алтын шөжек, Бала батыр, Жеті лақ ертегілерінің режиссері. Аделия Жұмабаева, Дина Амангелдина, Ахаш медиа студиясы.